Ассалаумағалейкум. Құрметті қазақстандықтар, міне ертең біздер міне кешегі ХДП партиясының неге сезіне барайын деп дайындалып жүрген азаматтарымыз белсенді Жаңаөзен қаласының. Міне бүгін түнде мынандай істеп кетті біздерге подлянка. Шірік жүйенің істегені мына деп білемін. Мынау өмірде өртенбеген автокөлігім, мынау новый Дастер автокөлігі міне. Бүгін түнгі 1:30-да өртеп кетті міне. Осындай іс-әрекетке өшті міне билік деген міне. Неге адамдарды жинайсың, съезге барасың деген мынау не мынау подаркасы маған берген. Үкіметіміздің сый құрметі міне. Фонарик бар ма? Фонарик бар ма? Фонарик жоқ шама, номерге. Міне менің автокөлігім, ағайындар. Осындай нені. Қажет жоқ ғой. Орнына келеді. Главный адам аман болса болады. Міне ағайындар осылай. Көрсетем деді ғой сендерге партияны барғанда. Біздерге қарсы шықты. Біздерде мына 26 адам кететін адамдардың бәрін жібермей, мекемелерден Өзімнайгаз саласынан бәрі қысым көрсетіп, осындай әрекеттерге барды. ГОБыда, участковой бәрі бір шақырып адамдарымызды. Ең соңында адамдардың күші жетпегесін халқымызға тоқтатуға төтеп бере алмағасын, осындай жағдайға көшті міне. Қараңдар, масқара иттердің ісі мынау.